Сәлем достар, бүгін мен сендерге жаңа жыл деген қызық ертегі айтып беремін. Бір баяғыда Аяз ата болыпты. Ол ертегідегі жап-жаңа үйінде тұрады екен. Ол жаңа жыл күні барлық аңдарды құттықтап сыйлықтар атады. Бір күні шымшық келіп Аяз атаға Мыстан кемпірдің шақырып жатқанын жеткізеді. Аяз ата Мыстан кемпірдің сөзін тастамай түсте Мыстан кемпірдің үйіне барады. Мыстан кемпір айтады: бір орман бар, ол жақта ешқандай шырша құрылмаған, жаңа жыл тойланбайды дейді. Сол жаққа барып шырша құрып, аңдардың көңіл күйін көтеріп келейік дейді. Аяз ата айтады: бірақ біз ол жаққа қалай барамыз? Мен қартайдым, бұрынғыдай күш-қуатым жоқ дейді. Уайымдама, Аяз ата, сен маған кезінде сыйлаған сыпырғышың бар еді ғой, ұшатын. Сонымен барамыз дейді. Ертесіне Аяз ата мен Мыстан кемпір қалың киімдерін киіп жолға шығады. Ол жаққа келсе, ешқандай аң жоқ, ешқандай шырша құрылған жоқ. Аяз ата: бұнда кім бар деп айқайлайды. Ешкім дауыс шығармайды. Мен шақырып келем дейді Аяз атаның қожынынан шыққан шымшық. Сөйтсе, шымшық Аяз ата мен Мыстан кемпірдің сөзін естіп қойып, Аяз атаның қожынына білдіртпей мініп алады екен. Шымшық барлық аңдарды шақырып келеді. Аяз аталар шырша құрып, сыйлықтар атады Аяз ата. Ал Мыстан кемпір ертегі оқып береді. Шымшық болса, жұмбақтар жасырып ойын ойнатады. Сағат түнгі 12 болған кезде бәрі жаңа жыл құтты болсын, алақай деп бір-бірін құттықтайды. Бәрінің ұйқысы келді. Аяз ата айтады: ұйқыда мейрам, сендер жатып ұйықтап алыңдар, балалар тәтті түс көреді ғой дейді. Сөйтіп аңдардың бәрі әдемі көңіл күймен ұйқыға кетеді. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, маған жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар.